Құрметті тыңдарман, каналыма жазылып, қолдап қойыңыз. Сүйінші, әйеліңіз қыз туды. Маржандай тізілген әппақ тістерін көрсете, ақсия күлген ақ халатты медбике өзінен хабар күтіп тықыршып тұрған ерденнің түрі бұзылып кеткенін көріп, езуін жия қойды. Салмағы 3 келі 300 грамм, бойы 55 сантиметр, деді сосын бәсең дауыспен. Бойы саған тартқан биік болады екен, деді Ерденнің қасына тұрған жолдасы Сәбит мәз болып. Қойшей, деді Ерден, оған жақтырмай қарап. Қаны өте сирек топқа жатады. 4-ші, резусы минус, деді медбике, бар ақпаратты тезірек жеткізгісі келгендей, тез-тез сөйлеп. Өйт деген, қанының тобы да сенікі ғой, деген ойында ештеңе жоқ Сәбит Ерденді иығынан қағып қалып. Сол сәтте булығып әзер тұрған Ерден Сәбитті итеріп жіберді де кілт бұрылып перзентхананың қақпасына қарай адымдай жөнелді. Ей, Айсұлуға бармаймыз ба, Ерден? Бала күннен бірге өскен сыралғы досының әуелі батылсыздау, сонан соң ышқына шыққан дауысы Ерденді тоқтата алған жоқ. Артына қайырылып қарамастан қолын бір сілтеді де әрі қарай кете берді. Сол қалпы беті ауған жаққа жүре берген ол, бойын билеген өкініш пе, ыза ма, әлде өзін-өзі аяу ма, әйтеуір бұрын соңды бастан кешпеген бір сезіммен арпалысып, перзентханадан ұзап кеткенін байқаған жоқ. Адамдар мен машиналар ерсілі-қарсылы ағылған үлкен көшеге келіп тірелгенде барып есін жиды. Япырау, менікі не? Айсұлудың айы күні толып отырғанда аяқ астынан іс-сапарға кететін болды. Қиыла қараған келіншегіне, бармасам болмайды, бастық көнбей отыр, деді ансу ішіп. Шындығында іс-сапарға өзі сұранған. Айсұлу босанатын кезде қалада болудан. Жоқ, Айсұлу босанғанда өзі күтіп жүрген, ол деген сүйінші емес, басқа хабарды естимін бе? Сол кезде өзімді ұстай алмай қаламын ба деп жүрегі алабұртқан. Ол болса, әрине еш уайым жоқ. Онда бұл өзінің қалай ұстаса да, қалай тойласа да, әжесі айтатындай сот жоқ. Тек анасының құрсағында жатып ақ, мұның жүрегін өкпіртіп қойған перзентінің кім екенін білмей, Ерденнің амалы құрыды. Жұрттың бәріне баласының ұл не қыз екенін оп-оңай айтып беретін УЗИ деген озық техникада бұларға келгенде дәрменсіз болып шықты. 2 рет түскенде де бала бері қарамай қойыпты. Кімде болса балаңыз әдепті, ибалы болады екен, деген дәрігер өзіне телміре қарап тұрған Ерденге күлімсірей сөйлеп. Ерден сонда ұялып қалған. Япырмай, мені қыздан безер болған біреу деп ойлап қалды ма екен, деп ойлаған былай шыға бере. Қайдан білсін, қыздардың жүрегі езіле жақсы көретінін. Жолдастарының арсың-күрсің сөйлеп, алысып жұлысып жататын ұлдарымен салыстырып, талшыбықтай майысқан қыздарының түр сипаты үшінде, мінез құлқы үшінде іштей марқайған кездері аз еместі. Тіпті 2-ші қызы туғанда бракоделсің деп қажаған жолдастарына. Ей жігіттер, ол жасау деген қиын боп па? Шотпен шапқандай қобалақ-собалақ етіп шығара саласыңдар. Бір шері шүртейіп тұрса болған әйтеуір. Ал қызды хас зергердің қолына ашқан бұйымдай. Қай қырынан қарасаң да көз жауын алатын өнер туындысына етіп шығару керек деп қалжыңдаған. Бірақ уақыт өте осындай әңгімелерден кейін сол шүртейіп тұрған бір жері бар баласының жоқтығы туралы ұры ой жылт ете қалатын болды. Алғашында сонша мән бермейтін, жылт еткен ой сол бойда ұмыт болатын. Қартая бастаған әкесінің. Ертеңде 2 қыз, ермекте 3 қыз, тегіміз осымен тұйықталатын шығар, деп күрсінгенін естіп, шешесінің. Аманбаевтардың атын шығаратын бір ұл болса, деп көз жасын сығып алғанын көргелі бері. Ұлым болса деген ой ойламаған жерден сап ете қалып, кәдімгідей мазалайтынды шығарды. Бірақ әлденеден қуыстанып, ата-анамның тілегін орындалар еді деп өзін-өзі ақтауға ұмтылған. Обалы нешік, жарының көңілін алабұртып жүрген арманын Айсұлу айтқызбай ұққан. Себебі ұл туу өзінің де арманы еді. Бірақ Алла тағала бұларға анасы айтатындай, бір түстес бала берсе, мұның қолынан не келеді? Ерден екеуінің 30-ға таяп барып қосылғаны да бұлардың табиғат берген бала сүю мерзімінің өз қатарларына қарағанда қиынырақ әрі қысқарақ болуына әсер еткендей. Айсұлу сонда да болса үмітін үзген емес. Емделіп жүріп, жасы 40-тан асқанда 3-шісін көтерді. Ерден міне осы сәбиінің дүниеге келуін қобалжи күтті.
Көңілі қаламаған хабарды естіген кезде өзін лайықты ұстай алмай қалам ба деген қорқыныш та содан туындаған. Сосын Айсұлуға: кім туғанын өз құлағымен естиін. Дәрігерлер перзентханаға әкетерде хабарлас, самолетпен ұшып жетем дегенде іс-сапарға жүріп кеткен. Іс-сапар деген аты ғана, мандытып ештірлік бітірген жоқ. Көңілі алаң болып, қайта-қайта қалта телефонын қарап жүргенде Айсұлу перзентханаға кетіп бара жатқанын хабарлаған. Ерденнің дегбірі қашты. Өзі білетін барша әулие әнбиелерге сыйынып, бір ұл берші деп жалбарынды. Бірақ көңілінің бір түкпірінде осынымның бәрі бекер ғой деген ұры ой қылаң берген. Жаратушының өзі сезіргені ғой. Айтқандай, әуежайда күтіп алған Сәбит Айсұлудың перзентханаға түскенін естіп, жолай бір құшақ гүл сатып алған. Ол гүлін беріп жіберсе, Айсұлу мұның келгенін біліп күтіп отырған шығар. Менің жүрісім мынау. Ерден қол көтеріп бір машинаны тоқтатты да үйінің мекен жайын айтты. Ондағы ойы қыздарын перзентханаға ертіп апару болатын. Есіктен кіре берген мұның мойнына асылған Айжан мен Әсел әкесінің құшағына таласып, менің папам деп жүрегін шаттыққа бөледі. Қане, дауласуды қойыңдар, екеуіңнің де папаңмын. Дұрысы үшеуіңнің де, деді Ерден қыздарын бауырына басып. Тез киініңдер, перзентханаға барып, бөпемізді көрейік. Ерденнің келіншегі босанып, үшінші қызды дүниеге әкелгені туралы хабар ағайын мен жорақ жолдастың құлағына сол күні ақ жетті. Тағы қыз ба, десті Ерденнің ұлдан үмітті екен білетін кейбіреулер. Бірақ Ерденді көрген кезде қауқылдасып, арқасынан қағып құттықтап жатты. О, Ерден әка байитын болды, деді ауладағы шатырда көкөніс сататын өзбек жігіт. Өз елінде ұзатылатын қызы көп әкенің мәртебелі болатынын білетін ол Ерденді көрген кезде қалбалақтап қолын ала жүгірді. 3 қыз тәрбиелеп өсірген әкенің орны жұмақта, деді көрші тұратын Қажы апа. Айсұлу перзентханадан шыққан күні енесі көрші көлемді шақырып шілдехана жасаған. Қажы апа Ерденнің көңіліндегі алабұртуды сезді ме, әлде өмірден көрген түйгеніне сүйенді ме? Олды шаңырақ иесі дейміз ғой, бірақ қыз бала қашанда ата-анаға жақынырақ деп қойды. Біраз әңгіме айтты. Жас келіншектерді біресе күлдіре, біресе күрсінте отырып, не ексең, соны орасың деген ғой. Қыз туды деп әйелді кінәлау жөнсіз деген мәселені де қозғалып кетті. Әңгімесінің шілдеханадан гөрі телевизордан берілетін ақыл кеңестердей тым салмақты болып бара жатқанын байқап, қыз бала әкеге жақын болады дегенді мына Айжан мен Әселден ақ көріп жүрмін. Әкесі дегенде Айсұлуды сатып жібереді ғой шіркіндер, деп онысын Ерденге қоштатып қойды. Ерден кішкентайын Аружан деп атады. Ару десе дегендей көзі қарақаттай мөлдіреген. Балапан шашы бұйраланып, аппақ жүзіне ерекше әр берген сәби күн сайын түрлі қылық шығарып, өсіп келе жатты. Әкесін көргенде жылағанын қоя қоятын болды. Есіктен кірген бойда қолына алмаса, дүние күйіп кеткендей жылайтынды шығарды. Әкесінің қасында жатса ғана ұйықтайтын әдет тапты. Ерденнің өзі де Аружанды ерекше жақсы көрді. Үлкен 2 қызын да жақсы көреді ғой, бірақ кішкентайы десе ішкен асын жерге қоятын. Қайда барса да қасынан қалдырмай ертіп жүретін. Міне, бүгін де мекемелерінде өтетін мерекелік іс-шараны көрсін деп қызын өзімен ерте келді. Қарсы кездескен бір танысы. Ау, мына жігіттің аты кім? Деді Ерденге қулана қарап. Қызым ғой, аты Аружан, деді Ерден байыппен сөйлеп. Қой, қайдағы қыз? Үйтіп жасырмай-ақ қой. Сенің қыздарың өсіп кеткен жоқ па? Ал мынау жігіт, тура сенің кісірі көшірмен ғой. Молодец, деді танысы көзін қысып қойып. Шындығында бір көрген жан, тізеден жоғары қысқа шалбар, жұқа футболка, жеңіл кроссовка киген Аружанның ұл не қыз екенін ажырата алмас еді. О, Ерден Мұратханович, ұлыңыз аузыңыздан түсіп қалғандай екен, деді сол жерге келе қалған Гүлмира есімді тележурналист. Бұл келіншектің осында іс-шаралар туралы репортаж түсіріп жүретінін Ерден білетін. Мен ұл емеспін, Аружанмын, деді сәби бұртиып. Солай ма? Өкінішті. Ұл болғаныңда вообще күшті болатын еді, деді журналист келіншек Ерденге көзінің астымен қарап. Қызымның қай жері ұнамай қалды?
деді ерден қылымсып тұрған келіншекке ашулана көз тастап. Ол әлде адам жанына бататын жайлар болатын білмейтін, әлде біле тұра өзімдікі дұрыс деп табандап отырып алатындардың қатарынан ба екен. Айтқан сөзіне титтей де қысылмай. Ұл еместігі, деді мырс-мырс күліп. Сөзі жүрегіне біз сұғып алғандай әсер етті. Содан бастап ерден адамдардың сөздерінен астар іздейтінді шығарды. Балалар аман ба? Деді ауылдан келген туысқаны кездесіп қалып. Қыздар деуге мені аяп тұр ғой деп ойлады ерден іштей. Балаларыңызды жаңа жылдық шыршаға әкелесіз бе? Мен тізім жасап жатырмын деп сұрады хатшы қыз. Әдейі қыздарыңды демей тұр ғой деген ой жүрегін шаншып өтті. Ақыр аяғы хатшы қызда ұлы жоқ деп мені мүсіркейтін болды деп ойлайды мұңайып. Бара-бара ұлының жоқтығы күндіз ойынан, түнде түсінен кетпейтін болды. Ішіне бір түсіп алып, кеулеп жеп жатқан жегі құрттай барлық арман мақсаттарын көмескелендіріп, өмірде ұлды болудан басқа мұраты жоқ адам қалпына түсірді. Не бір қуанышты кездерінде, неге менің ұлым жоқ деген ой жылт ете қалып, асып тасқан көңілін сап тыятын. Тележурналист келіншектің мысқылды дауысы құлағында жаңғырып, талай рет ұйқысынан шошып оянды. Қап сені ме, деді жастығы мыжғылап отырып. Бірақ кіжінгенмен не істейді? Еркек болса, бар ашу-ызасын қорытқан қорғасына етіп жұдырығына құйып, өлімше етіп сабармай еді. Кім біледі? Қарамағында істейтін біреу болса, жұмысына мін тағып, қудалап күн көрсетпес пе еді. Бәлкім сонда көкірегіндегі қыжылы қайтармай еді. Енді не істей алады? Ішкі арпалысын баса алмай, ала сүріп жүргенінде Гүлмира телефон шалды. Түк болмағандай сөйлеп, компанияның ірі тұлғалары туралы хабарлар циклын жасап жүргенін, жоспарында бұл туралы да фильм түсірмек ойы бар екенін айтып, кездесуді ұсынды. Ерденнің қаны басына шапшыды. Дәл қазір кезінде өзің ұлың жоқ деп мүсіркеп кеткен әйелді атарға оғы жоқтай еді. Кездесуден үзілді кесілді бас тартты. Келесі күні Гүлмира Ерденнің кеңсесіне келді. Кейіпкерлермен тілдесуде жинақтаған талай жылғы тәжірибесі бар емес пе? Ерденнің түйілген қабағын жазу үшін бар өнерін салып, әйелдік арбау, баурау амалдарын жұмсап бақты. Көзін төңкере қарап, дауысын құбылтып, компанияның ерен табысында мұның үлесі аса қомақты екендігін былайғы жұрт жақсы білетіндігін айтқанда, адам деген пенде ғой. Осыған дейін міз бақпай отырған Ерден елең ете қалды. Бірақ тап сол сәтте осы әйелдің күні кеше ғана баласының ұл еместігі ұнамаған мысқылдай айтқаны құлағында жаңғырып, есіне бірдеңе түскендей бетіне тесіле қарады. Өткендегі сөзінен бері осы әйелді жасытып, жігерін құм етсем деген ойдан біразға дейін арыла алмай жүрген Ерден сол сәттің келгенін түсінді. Сол оймен түсін сәл жібітіп, ойланайық деді. Гүлмира қуанып кетті. Оның өз есебі барды. Тұрмыста жолы болмай, алғаш бас қосқан адамнан ажырасып кеткен соң, енді қайтара күйеуге шықпасқа ант еткен. Оң солын танып, карьера жасап барып отбасын құратын шетелдік қыздар ақмақ емес шығар, дейтін ол құрбыларына. Шетелдік өмір салтына еліктеп, бірер адаммен азаматтық некеде тұрып та көрді. Сонда бір байқағаны, мұндай қатынастар ер азаматтар жағына қолайлы екен. Тең құқылы, бірақ өзара жауапкершілік жоқ қарым-қатынастан тез жеріді. Уақыт болса, алақаннан сусылдап, төгілген құмдай өтіп жатты. Жасы ұлғая бастағанын бала сүйгісі келгенде түсінді. Блокнотын ақтарып отырып, осыдан бірер жыл бұрын өз хабарына түсірген генетик келіншектің телефонын тауып алып, бала туғым келеді, деді амандық саулық сұрасқаннан кейін. Туыңыз, деді ғалым келіншек күле сөйлеп. Бір мәселе бар, соны ақылдасуға келейін деп едім, деді жұмбақтап. Ғалымның келіңіз дегенін ести сала құстай ұшты. Менің ұл туғым келеді, деді бұл мәселені төтесінен қойып. Өткенде сіз баланың жынысын жоспарлауға болады деп едіңіз ғой. Маған қолайлы кезеңдерді есептеп шығарып беріңізші. Онда, жалпы бұл сіздің жеке шаруаңыз екенін білемін. Менікі тек өмірден түйген жайды айтып өту ғана. Жалғыз бастасыз, өзіңізге серік болатын, әрі кейін қарайласып тұратын қыз туғаныңыз жөн емес пе? Рахмет, ұл тусам жалғыз болмайтынымды білемін.
Ол өзіне таңдана қараған дәрігерге жұмбақ түрмен күлімдей көз тастады. Гүлмираның ішкі есебі мықты еді. Қай заманда да қазақта ұлы жоқ болуын, атын жоғалтумен барабар санайтындардың болатынын ол жақсы білетін. Тарихта мұрагер керек деп 40 қатын алған хандардың болғаны, қыздарын жан қатарына қоспай, балам жоқ дейтін бектердің жер басып жүргені жұрттың бәріне белгілі емес пе? Солардың ізбасарлары бүгінгі заманда да бар екенін, тіпті кейбіреулердің мұның хабарларына да қатысып, ұл десе ішкен асын жерге қойып отырғанын көзбен көрген. Ішінде небір қасқасы мен жайсаңы бар. Солардың біреуінің етегіне неге ұстамасқа? Ол үшін бар болғаны ұл туып беру керек. Сосын рахат өмір басталды, шіркін. Тірі пендеге білдірмеген жоспарын дәрігерге айтсын ба? Жұмбақтай күлімсірегені сондықтан. Өзі білетін ұлға ынтызар болып жүргендердің ішінен Гүлмираның таңдауы ертеңге түсті. Ақылды, көрікті, бай, басқа кандидатураларға қарағанда жасырақ, қоғамға әжептәуір танымал, өз саласында аты бар адам. Әрі, естуі бойынша, соңғы бірер жылда ұлы жоқтығын уайымдап жүр деседі. Ендеше, тура маған лайық контингент екен деп алақанын ысқылап, фильмге түсуге келісімін алудың түрлі жолдарын ойластырып келген. Болашақ кейіпкері көп жалынпағанын жақсылыққа жорып, жымиып қойды. Фильмнің алғашқы бөлігі бейресми жағдайда Ерденнің таудағы саяжайында түсірілді. Бірінші күні былай жүріңіз, мұнда қараңыз, өйтпеңіз, бүйтпеңіз деп ығырын шығарған тележурналистен құтылғанша асыққан Ерден, қайдан келсе қойып едім деп өзін іштей 1000 рет сөккен шығар. Бірақ ашуын сыртына шығаруға қашанға әдептілігі жібермеді. Кешке таман құлаш-құлаш таспасын шығарған шығармашылық топты бостан-бос қайтаруды ұят санап дастарханға шақырды. Коньяк ішіп көңілденген топ ұзағырақ отырып, қас қарайғанда жолға шықты. Коньяктан басым айналып тұр, сәл жата тұрайыншы деп диванға қисайған Гүлмираны оята алмаған әріптестері бір-біріне жымың-жымың етіп қарап, қалаға өздері кетті. Ерден үйіне ертеңіне ғана түн ортасы ауғанда оралды. Фильм теледидардан көрсетілгенде Ерденнен бұрын Айсұлу мен қыздары қатты қуанды. Кеуінің қажеті қанша дегеніне қарамай, аста төк дастархан жайып, шығармашылық топты үйлеріне шақырды. Тележурналист келіншектің тым еркіндігін кәсіптік ерекшелігіне балады. Ерденнің өзін сәл қолайсызда ұстағанына, қонақтардың әлденеге жымыңдасып, бірін-бірі түрткілеп отырғанына тіпті мән берген жоқ. Қыстың алғашқы айында Гүлмира Ерденге телефон соғып, өзінің жүкті екенін хабарлады. Ол өз шаруаң, деді Ерден. Мен семьямды тастап, саған үйленем деп уәде берген емеспін. Үйленбей ақ қой. Ұлыңыз әкесіз өседі. Ерденнің бүйрегі бүлк ете қалды. Көріп келдігің бар ма еді? Ол екенін қайдан біле қойдың? Есесіне сен ғалым емессің бе? 21 ғасырда баланың жынысын алғашқы апталарда-ақ білуге болатын естімеп пе едің? Ерденнің тілі күрмеліп ештеңе дей алмады. Жаманат жерде жатпайтынын тағы да дәлелдеп, жарының опасыздығы туралы өсек Айсұлуға да жетті. Әңгімені бастауға дәті бармай жүрген Ерден Айсұлудың ашулы сөздерін үнсіз тыңдап отыра берді. Кінәлімін, бірақ оны сенен артық көргенімнен барған жоқпын, деді бар болғаны. Өзің не айтып тұрғаныңды түсінесің бе? Ау, ондайға ынтық болып бармағанда қайтып барады. Жек көріп тұрып, бір төсекке жаттым дегеніңді барып ақмақтар қайт. Сенсең сен, сенбесең қой, шыным сол. Әуелгіде ұлың жоқ дегені үшін оны төмендеткім келді. Ал қорлықтың ең үлкені еркектің өз ойын орындаған соң әйелді тастап кетуі. Мен де оны соңынан жүгіртейін, кіріптар етіп жалындырайын дегенмін. Бірақ ол менен асып түсті. Ұл туды. Соңғы сөзін терең күрсініп айтты. Айсұлу бәрінде түсінді. Я, бұл ұл туып бере алған жоқ. Сол үшін Ерденнің қорланып, өзін бақытсыз сезініп жүргенін де сезеді. Бірақ бақыт баланың ұл не қыз болуында емес екен. Осынша құрбандыққа апарған ұлдың ұшпаққа жеткізеріне кім кепіл? Қыздарын айналтып, үйірілтіп, ет жүрегін елжіреткен әкелік сезімін бірақ сәтте ұмыттырған ұл. Жарық дүниеге келер жолында
тап өзіндей 3 перзенттің көз жасы төгілгенін сезесің бе? Дүниеге келісімен бір отбасының шырқын бұзған ұл. Өмірде қандай болар екенсің? Шым-шытыр ойға шырмалған Айсұлу ертеңге біреулерді жылату арқылы бақытты болу мүмкін еместігін айтқысы келген. Бірақ дәл қазір оның ұлды болғаннан басқа ештеңені ойлай алмайтын күйде екенін түсініп, әңгімені созудан қажеті жоқ деп шешті. Ұлды армандағаныңды білем, бірақ сенің арманың арман емес, өмірдің бар мәнін перзентінің жынысымен есептейтін ауруға айналғаны өкінішті. Сондықтан жолыңа кесе көлденең тұрып қайтем. Бар, жолың ашық. Бірақ ойнастан туған ұл оңбас деген сөздің бекер айтылмағанын ұмытпа. Қашанда өз пікірін білдіру үшін оны ішкі безбеніне салып, таразылап алып барып сөйлейтін Айсұлудың соңғы сөздері денесін тітіреткен ерден есікке беттей беріп қалт тоқтай қалды. Қарсы уәж айтқысы келген аузына дәлелді сөз түспеді. Сонан соң, ой, қазақ не демейді деген оймен өзін алдандырып кетуге бет алды. Жанары жасқа толған Айсұлу иығын сәл қушитыңқырап бөлмелерінен шыға берген ерденді көзбен ұзатып, екеу ара небір тәтті сәттері өткен төсектерінде тапжылмай отыра берді. Сыртқа беттеген ерденнің аяғына аружан келіп оратылды. Папа, қайда бара жатырсың? Мен де барам. Ерденнің жүрегі шым ете қалды. Есіктің жақтауына сүйеніп тұрған әселді бетінен сүймекші болған. Ол өкси теріс айналып кеткенде Айжан әкесінің қасынан сырғи өтіп анасын бөлмесіне кірді. Мама, папаны жібермеңізші, сіз оны сүйемін деуші едіңіз ғой. Сүйемін? Сүю деген сүйген адамыңның бақытты болуын тілеу, қызым. Ал әкеңнің бақытты болуы үшін ұл керек болды. Ал біз ше, бізді тастап кете бере ме? Ештеңе істеуге болмай ма? Ештеңе істеудің қажеті жоқ, қызым. Менімен ғана болсын деп түрлі амал қолдану сүйген жанның емес, есебі мықты аярлардың тірлігі. Айжанның амалы құрыды. Көрерміз, деді өксіп отырып. Көрерміз әлі. 1 бөлімнің соңы.